Кесінді сызып үйренейік. Ұзындығы 3 сантиметр кесінді сызамыз. Тор көздердің қиылысына нүкте қоямыз. Нүкте мен сызғыштың 0 цифрын сәйкестендіріп қоямыз. Оң жаққа қарай 3 сантиметр өлшейміз. Нүкте қоямыз. Нүктелерді қосамыз. Кесіндінің 3 сантиметр деп ұзындығын жазамыз. Тіктөрт бұрыш сызуды үйренейік. Ұзындығы 5 сантиметр, ені 3 сантиметр тікбұрыш сызамыз. Ұзындығы 5 сантиметр кесінді сызамыз. Оның сол жағынан төмен қарай 3 сантиметр өлшейміз және кесінді сызамыз. Сол сияқты оң жағынан да сызамыз. Нүктелерді қосамыз, ұзындығы мен енінің өлшемін жазып қоямыз.